Қадірменді тыңдармандар, дұрыс сөйлейік атты қазақ ауызша сөз мәдениеті бойынша бағдарламамызды жалғастырамыз. Анар ханым, ендігі тақырыбымыз интерференция, басқа тілдердің әсері дейді. Оған қалай тосқауыл қоямыз? Осы интерференцияға тосқауыл қою керек болып бара жатыр күннен күнге. Мейлі ол ауызша дискурс болсын, мейлі ол жазбаша дискурс болсын, мынау қазақ мәтіндерінің, қазақ сөзінің экологиясына нашарлап баратыр. Және соның осындай жағдайға түсуіне себеп болып отырған факторлар көп. Соның ішіндегі ең күштісі мынау интерференция болып отыр. Әсіресе енді ең көп біздің кеңістікте қолданылатын, дыбысталатын орыс сөзі болғандықтан, орыс сөзінің заңдылықтары қазақ тіліне келіп, көшіріліп, қазақ сөзінде бірге жүр. Қазақ сөзінің өзінің нормаларын бұзып, өзінің жүйесін құртып сөйтіп тұр. Бұл туралы көп мәселе көтеріліп жатыр, жазба дискурстағы интерференция туралы. Енді ауызша сөздегі интерференцияда бар екеніне назар аударайық. Ауызша сөздегі интерференция бұл, енді біз дыбыстарды жақсы көреміз, өйткені ауызша сөз дыбыстардан құралады. Күнде дыбыстар туралы айтамыз біз бағдарламамызда. Осы дыбыстарды орыс тілінің жүйесімен айту, орыс тілінің жүйесімен дыбыстауға тырысу, осы нәрсе қазақтың сөзінің жүйесін құртады. Осыны интерференция дейміз. Енді мысал келтіретін болсақ, біз алдыңғы өзіміздің сабақтарымызда да осы туралы біраз мысалдар айтқанбыз. Яғни сөздің өзі қазақша, бірақ әуені орысша. Әуені де орысша, сөздің дыбысталуы да орысша. Мысалы, енді қарапайым мысалдар келтірейік. А деген дыбыс бар да орыстарда, оның жіңішке ә нұсқасы жоқ. Осылай сөйлеп үйренген біздің енді азаматтарымыз осыны қазақ тіліне әкеп көшіреді де, әні көрген жерде бұл жіңішке а ғой деп ойлайды да, бірақ айтқан кезде әнің өзін айтпайды, аны айтады. Мысалы, әсер дегенді асер дейді, әскер дегенді аскер дейді. Сөз бәрі қазақша, аскерге келдім деп сөйлейді. Осы бір аскерге келдім деген сөзінде әнің орнына а айтады, енің орнына айтады. Әскер дегендегі ыр жіңішке, бірақ та ол к жіңішке, оны орыстың кісіне ұқсайтып айтады. Аскер деп кіні жуан қылып айтады. Танымал бір ән бар, ана туралы. Әлемнің жарығын деп басталатын әнді бір жерде әлемнің жарығын деп естігенде солай айтады. Бір қызығы, біздің қазір қазақ тілінде ән салып жүрмін ау деген әншілеріміздің өзі осы біздің дыбыстарымызды осындай орысша нұсқада айтады. Оны біз интерференцияның әсері деп ойлаймыз, бірден білеміз, ол әншінің мектепте, орыс мектебінде оқыған. Осы бұл қателер өте көп. Енді интерференция тек қана дыбыстық деңгейде ғана көрінбейді, интонациялық деңгейде де көрінеді. Мысалы, қазақ тілінде сұраулы сөйлемдердің жасалуының түрлері кішкене орыс тіліне қарағанда басқаша. Бізде қазақ тілінде сұраулы сөйлем, енді интонациялары екі тілде де ұқсас сұраулы сөйлемнің. Жалпы сұраулы интонация ол әмбебап тип, ол барлық тілдерде сұраулы интонация өзі ұқсас болады. Сіз мысалы ағылшын тілінің лексикалық қорынан түк білмесеңіз де, сізге ол адамның сұрақ қойып тұрғанын интонациясынан ажыратасыз. Ол сізге қандай мазмұнда сұрақ қойып тұрғанын білмейсіз, бірақ сіз мысалға қандай сөз болуы мүмкін, қандай сұрақ? Мен енді ағылшынша білмеймін. Мысалы, сіз өзіңіз оны бәрі айтады. Мысалы, сіз көшеде келе жатырсыз, сізге ағылшын келіп сұрақ қойды. Сіз бүлдем оның сөзінің мазмұнын білмейсіз, бірақ ол сізден бір нәрсені сұрап тұрғанын ғана білесіз. Соны қайдан түсіндіңіз? Интонациядан түсіндіңіз. Жалпы әлем халықтарының тілдерінде интонация бір ғой. Эмоция бір. Интонация бәрін бір деп айтуға болмайды. Сол интонацияның ішінде бір әмбебап типтері ғана бірдей болады. Сұрақ интонациясы ұқсас болады, бірдей деп те айтуға болмайды. Айырмашылық болады. Мен енді осы айырмашылық туралы айтайын деп отырмын. Мысалы, қазақ тіліндегі сұраулы сөйлемдердің интонациясын, мен қазір бір сұраулы сөйлемді айтайын сізге. Сосын орыс тіліндегі соны. Келесің бе? Сен бүгін келесің бе? Келесің бе? Сен бүгін келесің бе? Ал енді орысша ты сегодня придешь? Ты сегодня придешь. Ұқсас интонациясы, бірақ енді осы жерде енді интерференцияға байланысты айтып отырмын ғой. Жалпы сұрақ дейді бұны. Арнаулы сұрақ деген болады. Арнаулы сұрақта сұрау есімдігі болады. Қашан келесің? Когда придешь? Орыс тілінде де бар.
Енді осы жалпы сұрақ қазақ тілінде орыс тіліне қарағанда айырмашылығы бабе, маме, шаше шылауларының міндетті түрде қолданылуы. Енді қазіргі біздің жастарымыздың тілінде мынандай тенденция күш алып барады. Бұл интерференцияның әсері. Сен бүгін келесің деп сұрайды. Бе жоқ. Келесің бе демейді. Сен бүгін келесің дейді. Міне, бұны осындай құбылыстарды біз интерференцияға жатқызамыз. Интерференция дегеніміз орыс тілінің жүйесін алып келеді де қазақ тіліне көшіріп қоя салады. Интонацияда да осы байқалады. Сондықтан да бұған тосқауыл қоюдың бір-ақ жолы бар. Ол сіз үйреніп отырған қазақ тілінің жүйесін жақсылап меңгеріп алу. Егер сіз орыс тілді болсаңыз, ол жүйені орыс тілінің жүйесімен салыстырып отырып меңгеру. Сонда сіз қателіктерге жол бермейсіз. Түсінікті. Рахмет. Вики білім қоғамдық қоры. Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі тілдерді дамыту және қоғамдық саяси жұмыс комитеті тапсырысы бойынша дайындалған. Алматы қаласы, 2015 жыл.